Достар, сәлем, қалайсыздар? Мен мына желілік маркетинг компаниясында жүргеннен кейін маған ұсыныстар көп түседі. Осы жақында бір адам шақырады мені бір компанияға. Ешқандай товары жоқ, бірақ желілік маркетинг компаниясы ақша көп деп. Одан кейін мен ол Қазақстанда тіркелді ма деп сұрасам, Қазақстанда тіркелді ма, тіркелмеді ма білмейді екен. Және офисқа барып тыңдағанда Қазақстанда тіркелді деп айтты деп сөйдейді. Енді айтайын дегенім, осы желілік маркетинг компаниясында жұмыс жасап жүргендерге айтайын дегенім, бірінші білім алып алыңыздаршы. Сіздер мұғалімсіз ба, дәрігерсіз ба, қандай мамандық иесісіз? Осы мамандықты алу үшін сіз 4 жыл, 5 жыл білім алып оқыдыңыз ғой. Сол сияқты мына желілік бизнесте бұл да бір мамандық. Біреуге бір нәрсе айтпас бұрын бірінші білім алып алыңыздаршы. Одан кейін мына биологиялық активті қоспа сататын компаниялармен айналысатындар. Бірінші білім алып, одан кейін барып адамдарға ақпарат айтыңыздаршы. Өйткені биологиялық активті қоспа деген ол бүкіл ауруды емдейтін чудо таблетка емес. Ағзаңызды тазартып, тек қана макро-микро элементтерінің орнын толтыратын ол деген белсенді қоспа, жай ғана ағзаға белсенді қоспа. Оны ешқандай дәрігердің ұсынусынсыз сіздің осы жеріңіз ауыратын болса, онда мынаны ішесіз, мына жеріңіз ауыратын болса, мынаны ішеңіз деп, беталды жаңағы кеңес беріп, адамдарға сату арқылы сіздер мына желілік маркетинг компанияларына кір келтіріп жатырсыздар. Адамдардың оған деген сенімін түсіріп жатырсыздар. Бірінші білім алыңыздар, офисқа барыңыздар, өзіңіздерің оқыңыздар, ақпарат алыңыздар. Сол саланың эксперті болғанда ғана сіздер адамдарға ұсыныңыздаршы. Осы жақында тағы бір адам мені остановкадан көріп қалып маған айтады, біздің компанияға келіңіз, біздерде күшті жаңағы табыс бар, товарооборот бар, жаңағы жұмыс жасауға болады дейді. Енді мен сұрасам, сіздерде маркетингке қанша береді деп сұрасам, жаңағы адам маған жауап бере алмай қалды. Неге? Өйткені білім жоқ. Сол сияқты желілік маркетингке шақырарда бірінші сіздер сол компанияны өздеріңіз зерттеп алыңыздар, оқыңыздар, білім алыңыздар. Содан кейін барып тек қана арттарыңыздан кісі шақырыңыздар. Ал егер ол биологиялық активті қоспа сататын компания болатын болса, онда сізге наоборот 2 есе, мүмкін 10 есе көбірек білімді болу керек шығар. Өйткені бұл жерде адамның денсаулығы тұр ғой ар жағында. Бонус емес, адамның денсаулығы тұр. Сондықтан да білімді болыңыздар, өздеріңіздің білімдеріңізді арттырыңыздар, кітап оқыңыздар, компанияның сайтына кіріп танысыңыздар. Сонда ғана сіздер адамдарға денсаулыққа бір қандай да бір кеңес бере аласыздар.